Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жайылуды да түйілуді де қажет етпейтін осындай пельменнің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жоғалтпас үшін алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен тартылған еттің үстінен ұсақтап туралған пиязымызды, чесногымызды, қара бұрыш, тұзымызды салып, оның үстінен 2 дана жұмыртқамызды жарып салып, қолымызбен жақсылап біркелкі масса болғанша барлығын біркелкі араластырып алатын боламыз. Дайын болған массамызды, яғни фаршымызды осылайша қолымыздың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп, құрт тәрізді етіп, өз қалауларыңыз бойынша кішкентай дөңгелек не болмаса үлкен дөңгелек деп алсаңыздар болады. Мен үлкенде дөңгелек қылып жасап алдым. Міне барлығын осылай қолмен дөңгелек деп алғаннан соң бізге осылай ұнымызбен 2 дана жұмыртқамыз қажет болады. Осылай ұнымызға бірінші аунатып, онан соң осылай жұмыртқамызға аунатамыз. Бір рет емес, осы жасалған нәрсені 3 рет істейсіздер. Ұнға, сосын жұмыртқаға, сосын тағы ұнға, сосын жұмыртқаға, сосын тағы да ұнға, сосын жұмыртқаға аунатып, кейін тағы ұнға бір аунатып аласыздар. Өз қалауларыңыз бойынша қалыңдау болсын десеңіздер, көбірек аунатасыздар. Егер жұқалау болсын десеңіздер, 1-2 рет аунатқандарыңыз жеткілікті. Дәл осы фаршымызды жақсылап ұрғылап дайындап алыңыздар достар. Бір-біріне қатты жақсы жабысып тұру қажет. Себебі қайнаған суға түскен кезде біздің бұл пельмендеріміз ажырап кетпеуі керек, ұсақталып. Дәл осылайша барлығын қайталап, алдын ала осылай жұмыртқамен ұнға аунатып, барлығын дайындап аласыздар. Дәмі өте ерекше болып шығады, оның үстіне өте тәтті болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ шығатын болады. Дәл осылай ұнға жұмыртқаға аунатып отырып, барлығын осылай дайындап аламыз. Оған дейін біз алдын ала қазанымызға суды қайнатуға қойып қоятын боламыз. Міне барлығын дайындап алдық. Енді қайнап тұрған суымыздың үстінен тұзымызды салып, оның үстінен осылай аздаған сары майымызды салып, осылай араластырып, кішкене қайнап шыққанға қоямыз. Қайнап шыққаннан кейін осылай біз пельмендерімізді бірме-бір салып алатын боламыз. Бірме-бір салғаннан соң осы немен араластырып, кішкене қиюластырып тұрамыз. Барлығын осылайша салып аласыздар достар. Қайнап шыққанша дәл осылай кішкене осылай араластырып қоясыздар. Араластырып біраз уақытқа қақпағын жауғаннан кейін өзі кәдімгі пельмен піскендей етіп, пельменді пісіріп алғандай етіп, осылай пісіріп аласыздар. Міне осылай қайнап, барлығы осылай дайын болып шығады. Осылай сүзетімен сүзгілеп, тамақтарыңызды алып, бетіне өз қалауларыңыз бойынша айран, не болмаса майонез салып, қонақтарыңызға, балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайша барлығын сүзіп алатын боламыз. Достар, каналыма кіріп, менің каналымда пайдалы рецепттерді көріп шықсаңыздар болады. Каналымда өте 250-ден астам рецепттер бар. Көріп жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса сақтап алыңыздар. Видеоны жоғалтпас үшін каналыма алдын ала подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Сау болыңыздар.